Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабақ тақырыбы AI және мобильді қосымшаларды қолдау арқылы оқу процесін оңтайландыру. Жасанды интеллект және мобильді қосымшалар сияқты инновациялық технологиялар оқу үдерісінің тиімділігін, жекелендіруін және қолжетімділігін арттырудың жаңа мүмкіндіктерін ашуда. Бұл шешімдер күнделікті тапсырмаларды жеңілдетеді және интерактивті бейімделген оқу ортасын жасайды. Бағалау және кері байланысты автоматтандыру. Бұл машиналық оқыту алгоритмдері мен деректерді талдау арқылы студенттердің жұмысын бағалау және процесін тиімді және объективті етуге тырысатын білімді берудегі жасанды интеллект саласы. Бейімделген оқыту және білімді бағалаудың интеллектуалды жүйелері, яғни білімді бағалау оқушылардың білімін деңгейін дәл және жылдам диагностикалау үшін AI-ды пайдалану маңызды болып табылады. Бейімделген, яғни мазмұндағы бағалау нәтижелері негізінде оқу материалдары мен тапсырмалардың қиындығын автоматты түрде реттейді. Сонымен қатар жасанды интеллектіні қолдану бұл оқу аналитикасында айрықша маңызға ие. Ол назар аудару қажет ететін аймақтарды анықтау үшін өнімділік деректерін жинауды және талдауды мүмкіндіктері қарастырылған. Жалпы білім берудегі заманауи AI технологияларына тоқталатын болсақ, бұл машиналық оқыту, бейімделген оқыту бағдарламаларын, интеллектуалды бағалау жүйелері және жекелендірілген ұсыныстарды құру мүмкіндіктері болып табылады. Табиғи тілді өңдеу, студенттерге интерактивті қолдау көрсету және кері байланысты автоматтандыру үшін чат-боттарды әзірлеу. Компьютерлік көру, яғни оқушылардың практикалық дағдыларын бағалауға арналған іс-әрекеттер мен жаттығуларды тану. Ресурстарға қол жеткізу мүмкіндіктері, яғни студенттерге тәулік бойы қолдау көрсету үшін чат-боттарды пайдалану маңызды болып табылады қазіргі уақытта. Себебі ресурстарға қол жеткізу оқу материалдарын, анықтамалық ақпараттарды және пайдалы сілтемелермен қамтамасыз ету, сұрақтар мен жауаптарға арнайы жауап беретін чат-боттардың болғаны өте тиімді болып табылады. Себебі 24/7 бағдарламаның мобильді құрылғылардың иесі жауап беру де қарағанда чат-боттар арқылы жауап беру өте тиімді болып табылады. Бұл, яғни чат-боттар кез келген уақытта студенттің сұрақтарына жылдам жауап береді және бұл жерде кестелерді ұйымдастыруға, жоспарлау бойынша кестелерді ұйымдастыруға көмектеседі, маңызды оқиғаларды есте алады. Автоматтандырудың артықшылығы тағы да AI технологиялармен автоматтандыру, яғни жекелендірудің тиімділікті арттыру және қолжетімділік. Жекелендіру, яғни AI-ді қолдану, әр искусственный жасанды интеллектті қолдану, яғни әр оқушының қажеттіліктері мен деңгейіне негізделген жеке білім беру траекторияларын жасауға мүмкіндік береді. Тиімділігі сабаққа қатысу және үй тапсырмасын бағалау сияқты күнделікті тапсырмалар автоматтандыру мұғалімнің өнімділігін арттырады. Қолжетімділігі, яғни мобильді қосымшалар оқу материалдарына икемді қол жеткізуді және орналасқан жеріне қарамастан тәулік бойы қолдауды қамтамасыз етеді. Виртуалды сабақтар, яғни мобильді қосымшалар оқу процесінде оңтайландыру құралы ретінде қолданылады. Яғни виртуалды сыныптар, виртуалды сабақтар, мобильді қосымшалар қолданбалардағы әрекеттер, ынтымақтастық және қолдаулар үшін интерактивті виртуалды кеңістіктерді қамтамасыз ете алады. Жұмысты басқару, яғни білім алушыларға берілген үй тапсырмаларын автоматты түрде бағалайтын мобильді құрылғылар арқылы
искусственный интеллектті біріктіргеннен кейін бұл оқу материалдарын талдап, банағы берген тапсырмаларын талдап, олардың оқу аналитикасын, яғни алға басуларын, яғни білімдегі жеткен жетістіктерін талдауға үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар жоспарлау сабақты автоматты түрде жоспарлау және іс-шараны күнтізбесі, яғни күнделікті тапсырмаларды автоматтандыру, жоспарлау, сабаққа қатысу, үй тапсырмасын орындау деген сияқты жоспарлап, оның ішінде кестелер бойынша хабарландырулар жіберу сияқты тағы да мүмкіндіктері бар. Және сабаққа қатысуды мониторингтеу нәтижесінде көріп отыра аламыз. Сонымен қатар үй тапсырмасын орындаған кезде жасанды интеллектіні кіріктіру, яғни мобильді қосымшаға жасанды интеллектіні кіріктіру, бұл оқушылардың жасанды интеллект негізінде тапсырмаларды тексеріп, статистика жасауына көмектеседі. Сонымен қатар өнімділік деректерін таңдаңыз, яғни проблемалық аймақтарда қатысуға байланысты академиялық көрсеткіштер, прогресстерді қадағалау қажет болады. Яғни проблемалық оқушыларды анықтау мүмкіндігі болады. Белсенділікті, яғни жақсарту туралы ұсыныстар алуға болады. LMS және басқа да білім беру платформаларымен интеграция жасау мүмкіндігі де бар. Бұл интеграция жасау қажеттілігі мүмкіндігі де бар. Себебі оқыту құралдары, виртуалды сыныптар мен бағалау жүйелері сияқты басқа да сандық шешімдерді өзара әрекеттестіру, байланыстыру арқылы қосымшаның мүмкіндігін кеңейтуге болады. Оқытуды басқару жүйелері мобильді қолданбалары мен LMS платформалар арасында байланыс орнату, бірыңғай ақпараттық кеңістікте біртұтас білім беру тәжірибесін қамтамасыз ету үшін оқу материалдарын тиімділігін арттырады. Қазіргі уақытта жалпы автоматтандырылған бағалау және кері байланыс жүйелерінің бұл жерде тиімділік, жылдамдылық, объективтілік, сонымен қатар кері байланыс мүмкіндіктері де бар. Бұл жерде қазіргі уақытта 1731 мектебінде Starlink бағдарламасымен, яғни жүргізілуде. Бұл деген Magic School бүгінде мектептердегі жоғары жылдамдықты интернетпен қамту 89%-ды құрайды. Интернеттің орташа жылдамдығы өткен жылғыдан қарағанда 4 мегабайт секунд болса, биылғы жылы 75 мегабайт жылдамдыққа артты. Яғни алгоритмдер мен платформалардың мысалдарына тоқталатын болсақ, қазіргі уақытта жасанды интеллект негізіндегі білім беруге арналған мобильді қосымшалар бар. Мысалы, ол қосымшалардың ішінде ең танымалдары Duolingo, яғни ағылшын тілінде оқытуға, сонымен қатар Khan Academy, яғни белгілі жауап моуттарды түсірілген. Бұл жерде де автоматтандырылған жүйе арқылы тексеру мүмкіндігі бар. Бұл жерде Braidspace, яғни платформасында айта кетуімізге болады. AI-ді білімге енгізудің этикалық аспектілері мен мәселелеріне тоқталатын болсақ, деректердің құпиялығы, студенттердің құпиялығын қорғау және AI-ді пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алгоритмнің ауытқуы, яғни зияткерлік жерлерде ықтимал ауытқулықтарды бағалау туралы шешу қажеттілігі. Қорытындылай келе, адамның қалауы мен мұғалімнің рөлін сақтау олардың автоматтандырылған процесін қамтамасыз етуді талап етеді. Осылайша жасанды интеллектіні мобильді құрылғыларға біріктіру үлкен табысқа жеткізеді.
сонымен қатар білімнің тиімділігін арттырады.